Барлығына салам достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге, как обычно, мен Духа. Достар, тақырыптан байқап тұрғандарындай, бүгінгі видеода бізде транспортный компанияға жолын екінші бөліміне де келіп қалдық. Ал сіздерден бүгінгі видеоға лайк пен комментарияны көбейтіп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз видеоны бастаймыз тезірек. Достар, өздеріңіз білесіздер, мен осы уақытта TikTok канал ашқан болатынмын. Сол TikTok каналға тіркеліп келсеңіздер әдеміге түседі. Сол жаққа мен осы қызықтардың барлығын салып отыратын боламын. Егер де қызықтардың бәрін бірінші көргілеріңіз келсе, сол TikTok каналға бірінші өтсеңіздер, барлық видеоны ең бірінші сол жақтан көресіздер. Короче, достар, мен домды сатам деп шештім. Яғни осы бизнес алуға, енді бизнеспен перекоп жасаймын деген менде цель болған болатын. Ол цельдердің барлығын мен алдыңғы видеоға салған болатынмын. Сол цельдердің біреуін орындаймын деп осы домды саттым. Короче, достар, гаражмен қосып саттым. Яғни мен өзім бұл домды 9 миллион алдым. Ал мен бұны перекоппен 9 миллион 900-ге кетті. Короче, комиссиямен 100 мың алып, короче, бізде сонымен плюс 900 рубльға кіріп кеттік, достар. Біздің баласымызда по идее 11 миллион болу керек болған, бірақ 1 миллион ба, жоқ, сонда 200 мың рубльде жетпей қалды. Ал сондықтан менің балегім сол 10 миллион болып қалды. Ал енді біз дальше өзіміздің перекоптарымызбен неме болмаса бизнес алу деген секілді заттармен жалғастыруды бастаймыз. Оның барын қойыңыздаршы, ең оны цельді істеп тастайын деп, короче, осы араб династия семьясымен бірге жалғас самурай деген балдармен бірге осы заводқа келеміз деп шештік. Біздің балдарым барлығы заводта негізі, ал мен болсам ғана сол қалқағам ғой. Міне мен балдарым жүр, короче, арман страх деген өзімнің кейбір балдарым осы араб династия семьясына кіріп алған. Мында, короче, адам көп. Мынау менеке білмеймін, короче, айфонмен ойнап жатырмын, вообще ыңғайсыз ойнағанше. Мен негізі айфонмен ойнағанда ботпын ше. Абылай негізі андроидпен көбінесе ойнаймын, андроидпен чисто жестко айрам ғой. Бірақ мында менде экран қатып қалды. Айфон болғанымен сәл емкость осы Black ойнаған кезде емкость қатты кетіп қалады екен. Енді айфонмен стрелок болмаспын. Как обычно, бізде Озон лидері Бәке Арабов деген баладан осы премияны алу үшін 100 рейтингті дальше істеп тастаймыз. Бізде айта кетейін, бізде 100 рейтингқа бізде 150 мың рубль береді. Так что осы Озон немесе кіріңдер транспортный компанияға жақын арада осы жақта мен чисто осы жақта пахать етем, ешқайда шықпаймын. Если мені көргілерің келсе, если менімен бірге дос болып заказ жасағыларың келсе, осы Озон сендерді Озон күтеді, короче. Осылай транспортный компанияда бізде күшті автопарк бар. Міне қарасаңыздар, жан-жақтың барлығында Озон деген немен тұрады, жазу тұрады. Себебі бұл бізде осы Владимир серверіндегі ең мықты транспортный компаниялардың біреуіне жататын, бұл бізде Озон транспортный компаниясы. Ал енді бізде сіздерге скучно болып кетеді, так что осылай скоростьпен қоя салайын. Ал бізде дальше кеттік заказ жасауға. Қой, сіздердің іштеріңіз пыспасын деп скоростьті да алып тастап, бірақ алып тастағансың ғой. Енді қазір осы жерге барамда, бастым кнопканы 87.994 рубль берді. Біздің балигіміз 11 миллионнан асты. Бізде дальше видеоны жалғастырамыз. ТК-да кіді болып кеткен ғой, қайта задроить етіп, қайта жасай бергенінше, енді бізде ол кіді болғандықтан, мында біз инкассатор, яғни Нурик миллионерс деген баладан осы екеуміз бірге осы инкассатор жұмысын жасап жүрміз. Осылай бір рет қана пахать ететін шығармыз, потому что инкассатор жұмысы бізге өте ауыр, яғни бізде қиын, мен үшін әйтеуір қиын инкассатор жұмысын істеу. То баг болып қалады, то бір нәрсе не то болып қалады всегда.
Короче, достар, мен аукционға келдім, чтобы сәл бизнеспен перекос жасау үшін. И мында қарап тұрмын, бірақ что-то мынау магазин 24/7 97 деген что-то маған ұнап тұр бар ғой. Ол бірақ бір жағынан, короче, осы лидерін қарасам, совпадение нету дейді. И достар, бұның бізде финкасы көп айтып жатыр. 250 мың, 200 мың, 150 мың деп ше. Бірақ енді бұл өтірік сияқты, бірақ сонда да рисковать етіп, хотя бы көрейік деген оймен осы аукционға да келіп жеттік. Енді осыны қазір может тігіп қоятын шығармын. И жарайды деп осы тікке жатырмын. Яғни 8 миллион неше қойсам болады? 8 миллион 4 қойын ба? 300 қойын ба? 8 миллион 4, бірақ ол сәл қиын болып кетеді ғой. Хотя бы сәл копейкасымен бірге сәл аз айтам ғой деймін. Сәл 8 миллион 250 мың дейікші достар. Сәл копейкаға хотя бы 50 мың рубль қалсын қалтада. И бізде ставка успешно жасалды. И бізде КД-ға дейін 1 сағат бар. И бұны дальше күтетін боламыз достар. И біз аукционға қашан ұстаймыз, соның барлығын сіздерге видеода көрсететін боламын. Ойынға кіріп, добычамды қарап қалсам, мұнда менің этот ставкамды перебит етіп бастапты. Яғни мен уже перебит етпекші мұнда. Короче, менде уже не оқығын ғой, кітінің уақыты оқылды. Яғни уже славить ететін уақыт болды. И мен 8 миллион 731 мың рубль қойдым. Енді сәл потолокта болсын деп. И дальше қазір мен ойыннан шығатын боламын, потому что менде сәл экран қатып жатыр, багать етіп жатыр. И осы жерден мен осылай шығып кетем ойыннан. И ойынына кіріп, мынасын қарасам, Расул White деген ойында отыр екен. И мына жандағы Аман Luxury деген кім екен білмеймін, Luxury деген біреу жүр. Енді қазір көреміз. Мында жазып қойсам, короче, Ишучела Расул White деп короче, сөйтіп жазып жатсам. И короче, менде не болып тұр ғой? Қалай айтсам болады, мен уже ойыннан шығып кетем ғой осы кезде. И ойыннан шығып кетем. И дальше қазір көретін боламын достар. И қазір чтобы мен ставкам перебит етпекші, сол перебит етпек үшін бізде осылай, короче, осы аукционда до конца тұратын боламыз. И аукционға кіріп қараймыз. Так, магазин 97 менің ставкам болып тұр. Бірақ енді қазір осы ставкадан кейін не болады, қазір көретін боламыз. Ал достар, мында Аман Luxury деген бала, яғни жаңа не істеп тұр десем, бұл да сол 97-ні ұстаған жатыр екен. И бұл да қазақ бала екен. Енді қазір айтып жатырмын, брат, мен алып кетейінші деп. И мында стандартный билеттерден де алып кеттік. Енді брат, пожалуйста, мен алып кетейінші деп сәл жалынып жатқаным бар енді. И короче, осы айтты, сосын маған, короче, ала бер, қазақпыз ғой, бәрібір ала берсей деп айтты, короче. И осылай магаз 111-ді негізі сен алуың керек, потому что финкасы қаттырақ болады дейді. Бірақ жарайды, осы 97 маған сәл ұнап тұр, потому что ол сәл задание жасағанға да ыңғайлы. И бір жағынан ниже көрсетті. Сәл бұлардың финкалары хотя бы дегенде сәл өсіп тұр керек. И 9 миллион 200 мың, короче, жаңа қойып тастадым. Енді тағы да күтетін боламыз. 9 миллион 200 қойдым. И бұл Аман Luxury деген бала жаңағы ставканы қайттан перебит етіп тастаған. Сол үшін мен 9 миллион 200 мың рубль қойдым. Енді қазір достар бізде немені күтетін боламыз. Осы сообщение келген, яғни осы бизнесті сен ұстадың деген мұнда айтып жатыр. И айтшы финкасын дейді. Бірақ финкасы, короче, 260 мың, примерно 150 мың деп айтқан болатын. Енді қазір күтемін. Ойбай, уже келіп тұр достар. Еба қараңыздар достар, вы успешно приобрели бизнес, короче, бізде уже ұстадық. И магаз 111, о деп жазып жіберейік, мына балаға ұстадым, алдым деп жазып жіберейін. И, короче, бизнес деп қазір жазатын боламыз, бизнес деп, и изменить дегенді басатын боламыз. И бізде так финансовый статистиканы басамыз. Ал достар, дайынсыздар ма? Достар, ну реально 260 мың рубль ғой, мынандай финка мен көрмедім вообще. Мен өзім өмірімде бірінші 24/7 ұстап тұрмын. И бір жағынан осы, короче, немені финкамен, мына финкамен, короче, бізде плюсқа әдем кіркетуге болады достар. Енді осы видео сіздерге өте қызықты болған секілді, потому что маған өзім солай ойым сезіліп жатыр. И бір жағынан маған осы қызық болып жатыр. И Аман Luxury деген бала не дейткен, өтірік емес болды дейді. Значит, достар, бұл Аман Luxury деген балаға да финкасы 260 мың рубль деп айтқан екен. И қазір бізде бизнеске барып көретін боламыз. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай біз бизнесқа келдік. Енді бизнес деген бұл бізде правительство жақтағы бизнестердің біреуі. И сіздерге потом көрсететін боламын, қай жерде орналасқан. Бірақ именно правительстводан даже штраф төлейтін жаққа емес. Бізде правительстводан сәл солға бұрыластар, тағы оңға бұрыластар. И сол жақтағы бизнестер. Мында Баке Арабов деген сол осы транспортный компанияның лидері және Егор Шадыр деген бала үшеуміз осы бизнесқа келдік. Енді осай скрин жасап жатқан жайымыз бар енді. Енді
достар, құттықтап кетсеңіздер болады. Енді примерно бір 2 аптадай ұстаймын ба или 1 аптадай ұстаймын ба, бұл секілді ұстаймын. И дальше бұл немені, одан кейін дальше бұны по идее сатып жіберемін, либо көретін боламыз достар. Мында не көріп тұрғандарыңыздай магазин 24-7-97. Осы жерге келіңіздер, осы жаққа келіп фейерверкті толтырып алатын болсаңыздар, сіздерге көп алғысын білдіретін боламын. Және де достар, бүгінгі видео сіздерге ұнаған шығар деп ойдамын, потому что бұл бизнес, бұл біз үшін ең керемет бизнестердің біреуіне жататын болды.